Hello everyone! Бүгінгі сабақта was және were етістіктері туралы білетін боламыз. Let's get started. Етістіктер ағылшынша verbs деп аударылады. Ағылшын тілінде өткен шақта етістіктер жасалуына қарай екіге бөлінеді. Олар өткен, аяқталған іс-әрекетті білдіреді. Regular verbs дұрыс етістіктер, irregular verbs бұрыс етістіктер. Regular verbs дұрыс етістіктер негізгі етістікке ed жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, stop тоқтау, stopped тоқтады. Talk сөйлесу, talked сөйлесті. Open ашу, opened ашты. Ал irregular verbs бұрыс етістіктер аты айтып тұрғандай, оларға ешқандай жалғау жалғанбайды. Олардың тізімін жаттап алу керек. Бұл irregular verbs бұрыс етістіктердің тізімі көбінесе оқулықтың соңғы беттерінде кездеседі. Мұнда тек санаулы түрі бар. Бірінші бағандағы етістіктердің бастапқы түрі немесе инфинитив етістіктер деп аталады. Екінші бағандағы етістіктер өткен шақтың етістіктері. Үшінші бағандағы етістіктер participle. Бүгінгі сабаққа қажеті жоқ. Келесі сабақта өтетін боламыз. Be етістігінің өткен шақтағы түрі was және were. Be болу, was were болды деп аударылады. Bring әкелу, brought әкелді. Buy сатып алу, bought сатып алды. Come келу, came келді. Төбе етістіктері am, is, are осы шақта қолданылса, ал was, were етістіктері өткен шақта қолданылады. Мысалы, present simple осы шақта I am, past simple өткен шақта I was. I am, I was. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. You are, you were. They are, they were. Түсінікті болу үшін сөйлем құрап көрейік. I am a pupil. Мен оқушымын. I was a pupil. Мен оқушы болдым. We are pupils. Біз оқушымыз. We were pupils. Біз оқушы болдық. Was етістіктермен қолданылатын есімдіктер мыналар. I, мен, he, ол, she, ол, it, ол. It есімдігі жансыз нәрселерге және жануарларға қолданылады. Were етістігімен қолданылатын есімдіктер. We, біз, you, сен, сіз, сендер, сіздер, they, олар. Was, were етістіктерін қолданып, болымды сөйлем жасап көрейік. Was, were етістіктері бастауыштан кейін қойылады. Was, were етістіктеріне кейін сөйлемнің басқа мүшелері толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш келеді. I am late. Мен кешігіп жатырмын. I was late yesterday. Мен кеше кешіктім. Осы шақтағы am өткен шақта was етістігіне ауысты. He is at work ол жұмыста. He was at work last month ол өткен айда жұмыста болды. She is a teacher ол мұғалім. She was a teacher ол мұғалім болды. It is cold күн суық. Ауа райын айту үшін it is конструкциясын қолданамыз. It was cold at night түнде суық болды. We are friends біз доспыз. We were friends 3 years ago. 3 жыл бұрын біз дос болдық. Are етістігі were етістігіне өзгерді. You are in the kitchen now. Сен қазір ас үйдесің. You were in the kitchen 10 minutes ago. Сен 10 минут бұрын ас үйде болдың. They are young. Олар жас. They were young 10 years ago. Олар 10 жыл бұрын жас болды. Are етістігі were етістігіне өзгерді. Ago бұрын деген мағынаны білдіреді. Өткен шақты білдіретін бұл маркер сөздер. Мысалы, yesterday, last month, last week,
3 years ago деген сияқты. Олар сөйлемнің басында немесе соңында кездеседі. Ал егер есімдіктің орнына зат есімдер келсе, мысалы my sister, his brother, her mother деген сияқты, немесе адамның аттары, онда зат есімдерді есімдікке ойша аударамыз. Мысалы, my sister менің әпкем, ол she болады. Шақшаны ашып, төбе етістігінің дұрыс формасын табамыз. Осы шақта is болады, өткен шақта was болады. Қай шақта тұрғанын білу үшін маркер сөздерге және сөйлемнің мағынасына қараймыз. My sister was a doctor. Менің әпкем дәрігер болды. The weather to be good. The weather жансыз зат болғандықтан it есімдігін аламыз. It was good. The weather was good. Ауа райы жақсы болды. Kate and her friend to be in the library. Kate and her friend кімдер? Олар they есімдігі қолданылады. They were in the library. Kate and her friend were in the library. Kate және оның құрбысы кітапханада болды. Ал болымсыз сөйлем жасау үшін was, were етістіктерінен кейін not сөзін қолданамыз. I was not late yesterday. Мен кеше кешіккен жоқпын. Was not'тың қысқартылған түрі wasn't. He was not at work last week. Ол өткен аптада жұмыста болған жоқ. She wasn't happy yesterday. Ол кеше көңілді болған жоқ. It wasn't cold at night. Түнде суық болған жоқ. We were not friends 3 years ago. Were not'тың қысқартылған түрі weren't. Біз 3 жыл бұрын дос болған жоқпыз. You were not very tired. Сен шаршаған жоқсың. They weren't rich last year. Олар өткен жылы бай болған жоқ. Ал сұрақ қою үшін was, were етістіктерін бастауыштың алдына шығарамыз. Was I late yesterday? Мен кеше кешіктім ба? I мен was'тың орнын ауыстырдық. Was he at work last week? Өткен аптада ол жұмыста болды ма? Was she happy yesterday? Ол кеше көңілді болды ма? Was it cold at night? Түнде суық болды ма? Were we friends 3 years ago? 3 жыл бұрын біз дос болдық ба? Were you very tired? Сен қатты шаршадың ба? Were they at school? Олар мектепте болды ма? Сұрақтарға қысқаша жауап беру үшін yes және no сөздерінен кейін was, wasn't, were, weren't етістіктерін қолданамыз. Yes, I was. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. Yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. No, I was not. Was not'тың қысқартылған түрі wasn't. No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. No, we were not. Were not'тың қысқартылған түрі weren't. No, you weren't. No, they weren't. Мысалы, was he at work yesterday? Егер жауап иә болса, онда yes, he was, ал жоқ болса, no, he wasn't. Was it cold at night? Yes, it was. No, it wasn't. Were you very tired? Yes, I was. No, I wasn't. Were they at school? Yes, they were. No, they weren't. Арнайы сұрақта мынадай сұраулы сөздер қолданылады және сөйлемнің басында қойылады. When қашан, why неге, не үшін, what не, қандай, how қалай, where қайда. When was he at work? Ол жұмыста қашан болды? Арнайы сұраққа иә немесе жоқ деп жауап бере алмаймыз, нақты жауап береміз. He was at work 3 hours ago. Ол жұмыста 3 сағат бұрын болды. Уақытын сұрағандықтан тек 3 hours ago деп қысқаша жауап беруге де болады. Why were they very angry? Олар неге ашуланды? Неге, не үшін деп сұрағандықтан
себебін айтамыз. Because their children broke the window. Себебі олардың балалары терезені сындырды. What was your favorite sport? Сіздің сүйікті спортыңыз қандай болды? It was football. Where were they at 10 o'clock? Олар сағат 10-да қайда болды? They were in the garden. Олар бақшада болды. Қысқаша in the garden деп жауап беруге де болады. Ал енді білімімізді тексеріп көрейік. Last year, my best friend, 22 years old. Мұнда бізге етістікті қою керекпіз. Қай етістікті қою керек екенін білу үшін мына зат есімге қараймыз. My best friend менің жақын досым кім болады? Ол he немесе she болуы мүмкін, ал he, she есімдіктермен was етістігі қолданылады. Last year, my best friend was 22 years old. Өткен жылы менің жақын досым 22-де болды. Were you at 9 o'clock last Friday morning? Мұнда да етістікті қоямыз. Қай етістікті қою керек екенін білу үшін есімдікке қараймыз. Есімдік you, ал you есімдігімен were етістігі қолданылады. Where were you at 9 o'clock last Friday morning? Өткен жұма күні таңертең сағат 9-да сен қайда болдың? Where қайда деген сөз. You at the stadium yesterday. Yes, I. Бұл жалпы сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап бере аламыз. Мұнда иә деп жауап берген. Сондықтан сен, яғни you есімдігімен were етістігі қолданылады. Were you at the stadium yesterday? Сен кеше стадионда болдың ба? Yes, I was. I есімдігімен was етістігі қолданылады. Today, the weather nice, but yesterday it very cold. Бүгін болғандықтан әлі оқиға біткен жоқ. Ауа райына it есімдігін аламыз. It есімдігімен is етістігі қолданылады. Is'ді осы шақта алдық, себебі today әлі бүгін біткен жоқ. But yesterday it was very cold. Бірақ кеше күн суық болды. Кеше өткен шақты білдіргендіктен was етістігін қолданамыз. The exams hard. Емтихандар қиын болды ма? Were the exams hard? Емтихандар көпше түрде келгендіктен were етістігін қолданамыз. Were the exams hard? My dad at work the whole week because he was ill. Менің әкем бір апта бойы жұмыста болған жоқ деп айту керекпіз, себебі he was ill. Ол ауырды. Мұнда әкем he есімдігіне ауыстырамыз. He есімдігімен was етістігі қолданылады, ал was етістігін болымсыз түрге айналдырсақ wasn't. Ол жұмыста болған жоқ. My dad wasn't at work.